Сәлем, қыздар, қалдарыңыз жақсы ма? Біз қазір кез келген етті жұмсақ қылу способын, құпиясын білетін боламыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен осы етті қалай жұмсартуға болады деген бір сұрақ қойғанымда менен ол үшін бір повар, мықты повар $100 сұраған болатын. Мен қазір сіздерге соны айтып беремін, сол құпияны. Әрине мен $100 берген жоқпын ол үшін, бірақ білдім ол құпияны. Қазір мен сіздерге айтып берейін. Кез келген қап-қатты етті жұмсақ етіп, бас аяғы бір 5-6 минуттың ішінде жұмсақ ететіндей қылып мариновать етіп алуға болады. Ең бірінші қолыңызда, міне менде қазір шамамен бір 300 грамм ет шығар. Шамамен 300 грамм ет. Осы 300 грамм етті қазір тураймын. Ең басынан бастап дұрыс тураудың өзінде де бір құпия бар. Етті жалпы өздеріңіз білесіздер, етті қарасаңыздар, мынандай лапша сияқты болады. Ет лапша сияқты. Бұлай пысқан етті жеген кезде де кейде бүйтіп тарап алып жеуге болады. Бала кезімізде сөйтіп жейтінбіз. Міне сол лапша сияқты етті көлденеңінен тураймыз. Ұзыннан емес, көлденеңінен. Қазір мысалға мен міне біреуін турағанда өте бір жіңішке қылып тураймыз. Өте бір жіңішке болып туралу үшін міне мынандай пластинка дейді ғой. Өте жіңішке болып туралу үшін сіздердің еттеріңіз аса қатты жұмсақ болмауы керек. Базардан әкелгеннен кейін бір-екі сағатқа морозильникке салып қойғандарыңыз дұрыс. Егер морозильникте тұрған ет болса, бір жарты сағат бұрын морозильниктен алғандарыңыз дұрыс. Содан кейін мінекей осылай қылып пластинка дейді ғой, пластинка қылып турайсыздар. Міне өте жіңішке. Мынау міне жаңағы лапша сияқты етті көлденеңінен тураған кезде міне өзінен өзі былай нетіп жатады, бір-бірінен ажырап жатады. Солай қылып турайсыздар. Егер бұны ұзыннан тураған кезде бұл бұлай бір-бірінен ажырамаушы еді. Ең бірінші біздің құпиямыз сол. Өте жұқа қылып турайсыздар. Кейде біз базардан әкелгенде кейде білмейміз ғой, барлықтарымыз білмейміз ғой. Ет ол қандай ет екен? Мүмкін қатты болатын ет шығар, мүмкін жұмсақ болатын ет шығар. Енді сөйтіп айтады ғой, мына етті, мынау жап-жас малдың еті, жұмсақ, анау мынау деп енді өзіміз білмегендіктен кішкене қорқыңқырап жатамыз. Кейде қателесіп жатамыз. Қазір сөйтіп қателесіп қалған жағдайда қалай етті жұмсақ қылу керек? Сол туралы сол мариновканы жасайтын боламыз. Егер жұп-жұқа болып туралмай жатса, мінекей, ет кішкене қатты, жұп-жұмсақ болып тұрған жоқ етім. Қазір мен морозильниктен алғаныма бір 40 минуттай болды ғой деймін. Примерно сондай болды енді. 40 минуттай болды. Сондықтан да мынандай аламыз, етті тураймыз алдымен. Содан кейін қалай мариновать ету способын қазір сізбен біз бірге жасайтын боламыз. Содан кейін тағы да айта кететін, мынаны неткен кезде еттің арасында шандылар болады ғой, сол шандыларын алып тастауға тырысыңыздар, алып тастауға. Етті өте жұқа қылып тураймыз, өте жұқа қылып. Егер жұқа қылмайсыздар деп кішкене қалыңдау болып кетсе, кетіп жатса, онда ол бәрібір қатты болады. Сондай жұмсақ болмайды да енді. Қаттырақ болады бәрібір. Пышақтарыңызды өте жақсы қайрап алыңыздар. Пышақтарыңыз өте жақсы болып өтетін болсын. Қазір біз осы еттен, бұл етті не бары бір 4 минутта пісіратын боламыз. Бұл етті қазір біз 4 минутта. Міне, құрметті қыздар, тыңдармандар, көрермендер, мінекей, етті турап болдым. Жаңағы сіздерге айтқандай міне пластинка болып жапсыны. Осыған кішкене ғана тұз қосамыз. Көп емес, кішкене ғана тұз қосамыз. Содан кейін кішкене бұрыш, қара бұрыш. Кішкене қара бұрыш қостық.
Енді бұған мен қазір соевый соус. Шамамен бір үлкен қасықпен бір қасықтай бола ма, сондай болады ғой шамамен. Сондай ғана. Міне. Соевый соус қостым. Енді араластырайын кішкене. Алдымен соевый соус осы еттің бүкіл жеріне тиісін. Алдымен араластырып алайын. Кішкене соевый соус етке сіңсін. Соевый соус дегенде өздеріңіз білесіздер ғой, бұл өзі негізінде өзі көп ресторандарда осы етті жұмсарту үшін, етке бір дәм беру үшін, кейбір жерде тіпті түсін өзгерту үшін, тіпті салаттарға ет жасаған, етті қуырған кезде салаттар үшін, тіпті еттің түсін өзгерту үшін де қосады бұл жерде. Және тез пыссын, тез қуырылсын деген, жұмсақ болсын деген оймен қосылады. Мінекей соевый соусымды құйдым. Енді мынау кәдімгі жұмыртқаның ағы. Бұл сонда маринад, белковый маринад деп айтылады. Енді әркім әртүрлі айтады. Жұмыртқаның ағын ғана. Бір жұмыртқаның ағын қостым мінекей. Тағы да араластырдым. Енді мына имбирдан кішкене ғана. Имбир негізі өзі жұмсақ қылатын. Бұның да несі бар? Етті жұмсақ қылатын қасиеті бар. Бұның имбир. Такс. Міне, қостым. Енді ең соңғы бұл шамамен бір қасықтай крахмал, кукурузный крахмал. Опа. Кішкене көбірек болып кетті. Та, ничего страшного. Міне. Бұл көбінесе әлгі Қытайлардың ресторандарында китайский тамақтар бар ғой, тез дайын болатын, бұйрулағман, тағы немен еді? Казан кабаб, тағы сондай өпшін тез дайын болатын тағамдарда мінекей тура осылай мариновать етеді. Енді әркімдікі әртүрлі. 10 минуттан кейін біз бұны қуырамыз. Сонда қазір мен мясо по-тайски жасаймын. Астына күрішті қуырып, барып пісіратын. Мұнаны таза қуырып. Қазір мясо по-тайски жасаймыз. Пока осылай тұрсын, қазір мен бұны бетін жауып қоямын. Вот так. Қыздар, міне мен мынаған қазір күрішті басамын. Күріш шамамен бір үлкен қасықпен 3 қасықтай сұйық майды құйдым. Шамамен 3 қасықтай. Қазір енді күрішті салып қуырамын. Ең алдымен мен күрішті қуырамын. Күрішім ысыды, майым ысыды. Мен ана бір қолымда телефон тұр ғой. Сондықтан да кішкене. Мен бұған қыздар тұз салмаймын. Өйткені мына күріштің түсі де кішкене сарғыш, әдемірек, золотистый болсын деп, бұған мен пісірған кезде, су құйған кезде бульон бар ғой кәдімгі, магазиндегі бульон. Сондай бульон қосамын. Сондықтан дәл қазір бұған тұз салудың керегі жоқ. Бульонда тұз бар ғой. Сондықтан да көп керек емес. Қуырылсын қазір бұл. Сонда өстіп қуырылған кезде, кәдімгі тарелкаға салған кезде бірінші кесеге салып төңкереді ғой, по-ресторанский. Вот, сол үшінде. Сол қуырылған сол үшін жақсы. Сол ана неге кесеге салып, сосын кейін төңкереді ғой.
былай бір не сияқты, юрта сияқты болып, бір әдемі болып тұра қалады ғой, бір өзінің формасын ұстап ше. Вот. Сондықтан да осылай істеген жақсы. Өзіме ұнайды, өстіп қуырып пісірған. Ол енді ресторанның бәрінде өстіп бірінші қуырып барып пісіреді. Даже әлгі нелерде, қатындарда, ресторандарда, онда сорпаға пісіреді ғой. Сонда бірінші өстіп қуырып алады. Сонда ол өзінің осындай мінекей көрдіңіз бе, мынандай шашылып тұрады, бір-бірімен бірікпейді. Вот, мінекей қуырылды, кішкене болсын. Сосын кейін мына неден салдым, кішкене светін өзгертсін, және тұз дәмін берсін деген немен, оймен. Апа! Етті! Мінекей. Міне. Су кішкене көбірек болып кетті-ау деймін. Да, ничего. Ашылған қалпында, осындай қақпақ ашылған қалпында кішкене қайнасын. Содан кейін барып мен бұның қақпағын жабамын, астын азайтамын. Қыздар, мынау перец қазір қосамын. Бұл енді жібісін мен бағанадан шығармаппын. Мінекей жібісін морозильникте тұрған. Оны морозильникке өстіп қойып алсаңыздар жақсы. Қыста фаршированный перец жасауға болады. Мен мұнаны былай ұсатып турап та қоям, морозильникке қатырып шурпап пісіреміз. Одан біз по-таджикски дейді ғой. Между прочим, шурпап пісірген кезде осы перецті қосқан өте дәмді болады. Қазір бұны мен етті қуырған кезде, негізі свежий болғаны жақсы еді. Оған үйде бар ғой морозильникте дедім дағы. Свежий алған жоқ болатынмын. Негізі свежий дұрыс. Қыздар, міне біздің етіміз мариновать етілді. Кстати, жаңа мен ұмытып кетіппін. Мынаған бір қасық сұйық май құю керек болатын. Оны құйдым, артынан құйдым оны. Бағана мариновать еткен кезде бір қасық сұйық май құю керек болатын. Қазір мінекей енді менің табам ысытып қойдым табаны. Бұған енді мен қазір май құйып тағы да қыздырамын. Май құйып қызсын. Содан кейін мына еттің барлығын бірдей салмаймын. Жартылай ғана мынаны мүмкін 3-ке бөліп, мүмкін 2-ге бөліп пісіратын боламын. Бұны аса ұзақ қуырудың керегі жоқ. Аса қатты ұзақ қуырудың тек қызыл түстері пысқан түске ауысса болды. Аса қатты ұзақ ұстаудың керегі жоқ. Кеуіп кетеді ет. Бұны қуырған кезде өте көптен салмаңыздар. Аздан ғана. Және осылай бір-бірінен қуырылғанға дейін бір-бірінен ажырағаны дұрыс. Апа. Өте сондай жақсы бір дәмі иісі шығып жатыр. Өте жақсы бір иісі шығып жатыр. Міне. Мінекей. Кішкене қуырылды. Міне қуырылды. Қуырылғаннан кейін мен бұны қазір алып аламын. Бір қолымда телефон тұрғандықтан маған кішкене қиындау болып тұр. Міне қуырылды. Енді тағы да қалған етті мынаны сонда мен 3 бөлікке бөліп қуырғаным дұрыс екен. Міне құрметті көрермендер, етіміз дайын болды. Енді майырды қыздырып, оған біз болгарский перец. Болгар
бұрышын салатын боламыз. Негізі свежий болғанда дұрыс болатын еді, мен неден морозильниктен алып шықтым, айттым ғой, иә, морозильниктен алып шықтым. Бұны күзде салып қойған болатынбыз. Одан кейін біз пияз салатын боламыз. Одан кейін салатын басқа да нәрселерді, әлгі тоз бұрыш деген сияқты, чеснок, қызыл бұрыш, сондай нәрселерді салатын боламыз. Бұған негізі свежий зелендер болса жақсы болар еді, ең соңынан салатын. Кішкене қуырылсын, сосын томат, басқасын салатын боламыз. Міне, болгар бұрышы қуырылып жатыр. Енді мен бұған қосамын пияз. Пиязды қосамын. Пияз да қуырылсын. Сәл-пәл. Содан кейін пияз да қуырылсын. Содан кейін етті қайтадан үстіне салатын боламын. Қайтадан қуыратын боламын. Етті салып. Мінекей қуырылып жатыр. Кішкене томат салып жібердім. Түсін өзгертсін деген оймен. Кішкене қызарып, жақсы болады. Дәмі де жақсы ғой. Енді мен бұның үстіне жаңағы етті қайтадан саламын. Қуырылған дайын етті қайтадан саламын үстіне. Мінекей салдым. Енді бұның үстіне мен чеснок, қызыл бұрыш. Сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Қызыл бұрыш. Чеснок салдым, қызыл бұрыш салдым. Енді бұда соевый соус. Кішкене құйып жіберейін. Тұз. Тұз аздау болды ғой жаңа. Мен тұзды аз салдым етке. Тұз салдым міне. Кішкене уксус құям. Болды. Астын өшірдім. Енді сәл-пәл 9%-тік уксустан кішкене құямын. Болды.